Қаламыздың 9 студенті World Skills Қазақстан 2019 республикалық байқауында жүлделі орындарға ие болды. Біздің өңірімізден 23 колледж студенттері қатысып, жоғары көрсеткіштерге қол жеткізді. Толығырақ алдағы сюжетте. Нұр-Сұлтан қаласында 5-ші республикалық World Skills Қазақстан кәсіби шеберлік байқауы өткен. Оған өңіріміздің студенттері қатысып, жүлделі орындарды иеленді. Осылайша республиканың жалпы рейтингіде 13-ші орыннан 8-ші орынға көтерілді. Биыл қоржынымыз 2 алтын, 3 күміс және 4 қола медальмен толықты. Өткен жылғы көрсеткішке қарағанда бұл өте жақсы нәтиже. Былтыр алтын және қола медальдармен шектелген болатын. Осы World Skills сайысына біздің колледжден 2 оқушы қатысты. 2 құзыреттілік бойынша нан пісіру құзыреттілігі және аспаз. Мақсатымыз осы мамандық бойынша жеңімпаздар дайындау болды. Әрине бұл сайысқа дайындау барысында алдыменен біз осы оқушылардың икемділігіне, қандай оқушыларды қатыстыруға болады екен деген сондай таңдаумен біз колледж барысында оқушыларды таңдадық. Республикалық сайыста жеңіске жеткен Павлодар мемлекеттік технологиялық колледжінің 3-ші курс студенті Әсел Орынбасар. Ол наубайхана шеберлігі аталымында бағын сынады. Мен осы конкурсқа World Skills чемпионатына наубайхана ісі шеберлігі бойынша қатыстым, және осы республикалық чемпионаттан 1-ші орын иегері атандым. Мен бұл конкурста французский пирог кешін, көптеген майда және кішкентай тоқаш өнімдерін және сойкадан, яғни қабаттама өнімдерінен көптеген круассаналар және слоеный өнімдер жасадым, және ең үлкені ол бізде арт өнім болып табылады. Сайысқа түскен жерлестерімізге берілген тапсырмалар әлемдік деңгейде болды. Еліміздің ең ұтқыр білімді жастары жиналған байқауда Павлодар қаласының жастары жүлдесіз қалмады. Естеріңізге сала кетейік, World Skills Қазақстан 2019 республикалық байқауында біздің облыстан 23 колледж студенттері бақ сынасты. Ал іріктеу турынан сүрінбей өткен білімпаздар 2020 жылы ел намысын Абу-Даби қаласында қорғайтын болады. Мөлдір Сағидолла, Александр Биченев, ертіс ақпарат.